Сәлем, ананас қосылған салат дайындаймыз. Менің басқа да видео рецепттерімді көру үшін каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Салатымызды дайындау үшін ең алдымен бізге ананас қажет, пісірілген жұмыртқа, пісірілген тауық еті, қатты сыр және де кукуруза қажет. Кунжут бізге салатымызды әрлеу үшін қажет, және де татымына қарай тұз бен майонез қажет болады. Дайындап алған барлық ингредиенттерімізді бір ыдысқа салып араластырамыз. Барлығын ыдысымызға салып алғаннан кейін татымына қарай тұз салып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін шамамен 2-3 ас қасықтай майонез салып, тағы да араластырамыз. Дайын салатымызды тарелкаға салып, үстінен кунжут сеуіп, дастарханға ұсынамыз. Дәмді және жылдам дайындалатын ананас қосылған салатымыз дайын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Әсел, ас болсын.